Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бактерия құрылысы, жалпы оның құрылымы қандай, соны бүгін талқылайтын боламыз. Бүгінгі тақырып осындай видео форматта болады, және осындай тақырыптармен түсіндіретін боламын. Жалпы егер видео пайдалы болатын болса, сіздерге өтем лайкты басып отырыңыздар, және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, және төменге комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалпы тақырыбымызға тоқталайық. Бүгінгі тақырыбымызға жалпы бактерия. Бұл бактерия дегеніміз не? Бактерия дегеніміз бұл прокариотты клеткалар, былайша айтқанда. Яғни бізде клеткалар бөлінеді, эукариотты, прокариотты. Эукариоттарда яғни ядро болады, ал прокариотты клеткаларда бактериялар именно оларда ядро болмайды. Жалпы құрылысына тоқталайық бактерияның жалпы құрылысына. Жалпы бактерия бізде осындай құрылым. Жалпы бактерияның бізде капсуласына жатамыз, рибосомалар болады, бактерия хромосомасын, жасуша қабырғасын, цитоплазма, плазмидасын, және жіпшесі бар, кіші жіпшелер дейміз, педус бар. Осыларды бүгін қарастыратын боламыз. Жалпы бірінші тоқталайық. Капсула. Бұл капсула бактерияны қоршап тұрады сырттан, бір жұқа қабат сияқты. Бұл бактерияны былайша айтқанда сыртқы факторлардан қорғайтын болады. Суық, ыстық деген сияқты факторлардан. Бірақ капсула ол енді барлық бактерияларда кездесе бермейді. Кейбір бактерияларда бар, кейбір бактерияларда жоқ болып келеді. Осындай қызмет, қорғанышты қызмет деп атайды былайша айтқанда. Одан кейін бізде рибосома. Рибосома бұл белок синтезіне қатысады. Бұл белок синтезінің маңызы ағзадағы мысалы клеткалардың құрылымдарын түзуге қатысады, керекті заттардың синтездеп беретін болады, мысалы ферменттерді деген сияқты. Рибосома мына қызылмен көрсетілген, осы қызылмен көрсетілген бұл рибосома болып келеді. Бұл рибосома белокты синтездейтін болып келеді. Именно осы антибиотиктеріміз осы рибосомаға көп әсер етеді екен. Яғни белок синтезін тежеу арқылы бактерияны былайша айтқанда өлтіріп тастайды екен. Келесі бізде жасуша қабырғасы. Бұл жасуша қабырғасы былайша айтқанда бактерия құрылым беретін болып тұрады. Бұл жасуша қабырғасы бізде пептидогликаннан тұрады. Грамм ондарда бұл енді қалыңырақ болып келеді, ал грамм терістеде ол жұқа болып келеді. Себебі грамм терістеде сыртқы мембрана бар, ал грамм ондарда сыртқы мембрана болмайды. Тек қана ішкі мембранасы ғана болады. Одан кейін енді бактерия хромосомасы, бұл енді бактерия хромосомасы бәріміз білеміз, хромосома не істейтінін бұл жерде ДНК ақпарат сақталады, жалпы ақпарат сақталатын болады хромосомасы. Одан кейін дальше бізде цитоплазма. Бұл цитоплазма жалпы жасуша ішін толтырып тұратын сұйықтық екен бәріміз білеміз. Одан кейін бізде плазмида. Бұл плазмида, бұл былайша айтқанда бактерияның ДНК-сы, бұл былайша айтқанда шеңбер тәрізді болып тұрған пішінді ДНК-сы болып келеді. Шеңбер тәрізді яғни сақина тәрізді немесе деп атаймыз. Одан кейін мына ұзын жіпшені көріп тұрмыз ғой. Бұл ұзын жіпше бізде жгутик деп атаймыз. Бұл жгутиктің қызметі қозғалысқа қатысатын болып тұрады бактерияларда. Яғни бұл қозғалу үшін не керек? Бұл қозғалу үшін обязательно АТФ келеді. Яғни міндетті түрде АТФ керек болады. Дальше тоқталатын болсақ, бізде кіші жіпшелер. Бұл кіші жіпшелердің қызметі негізінен жабысу болып келеді. Яғни адгезиялану. Басқа клеткаға жабысу, өзінің эпителий клеткасы, мысалы, например, шырышты клеткаларға, мысалы, шырышты қабатқа жабысуға көмектесетін болады. Мысалы, жұтқыншақтың шырышты қабаты деген сияқты, мысалы, жыныс мүшелерінің шырышты қабатындағы деген сияқты мысал ретінде. Одан кейін иммунитеттен қорғануға көмектесетін болып тұрады. Бұл өздеріне биопленка түзуге қабілетті екен осы кіші жіпшелердің арқасында. Яғни сол арқылы иммунитеттен жасырына алады. Одан кейін пилус. Бұл пилус дегеніміз пиле жіпшесі, немесе бұл белок құрылым болып кетіне қарайтын болсақ, бұл адгезияға қатысады, және де ДНК алмасуына қатысады, және конъюгацияға қатысады. И көбіне бұл грамм теріс бактерияларда болып кетеді. Конъюгация дегеніміз бұл өзінің ДНК-сын басқа клеткаға беру деген сияқты. Яғни көбейту, осы түсінсек болады, осылай түсінсек болады. Одан кейін енді бактерия мынандай жалпы құрылысына байланысты, яғни жіпшелеріне байланысты, то есть талшықтарына байланысты осындай түрлер бар. Енді амфитрюкс деген бар. Амфитрюкс дегенде бұл екі талшық, екі полюстен орналасады, қарайтын болсақ, міне. Одан кейін бүкіл беткейде орналасатын болады, бұны перитрик дейміз. Бұл перитрикка мысал ретінде бізде эколи бактериясын алсақ болады. Бұл эколи ішекте осындай болады екен. Суретін қарайтын болсаңыздар, егер де жаңағы Google-да ашып қарасаңыздар болады, соның ішінде осындай тұрады пішіні, жаңағы түрі осындай болады. Осындай талшықтар көп болады да. Одан кейін лофотрикус дейді. Лофотрикус бір полюсте бірнеше талшықтан орналасқан. Яғни бұны біз қандай бактерияны мысал ретінде аламыз, яғни асқазанда орналасқан бізде Helicobacter бактериясын ала аламыз. Осындай болып қойды. Бір полюсте бірнеше талшық орналасқан болып қойды.
яғни хеликобактер не істейді ол язва шақыратын бактерия ол. Вот. Одан кейін монотрикус бар. Бұл монотрикус бір полюсте бір талшыққа орналасқан. Не көрсет? Бір-ақ талшық, бір полюсте бір талшыққа орналасқан. Вот. Қазір басқа да тақырыптарға тоқталатын болады осы бактерияға қатысты. Дальше жалғастырайық. Енді дальше тоқталатын болсақ, бізде пили мен фибраның бір айырмашылықтары бар, соған кішкене тоқталып кетейік. Бізде саны пили жіпшесі мысалы саны аз болады, ол ұзын болады, шол қалыңырақ болып келеді, қарайтын болсақ қалың болады. Одан кейін плазмидадан түседі. Плазмида деген данақыдан түсетін болып тұрады. Одан кейін грамм теріс бактерияда бар көбірек болады, грамм плюс бактерияда азырақ болады бұл нәрсе. Енді фибраға тоқталатын болсақ, бұл қысқа, саны көбірек болады. Не қарайтын болсақ, көп қой саны. Одан кейін хромосомадан түседі болып қояды, хромосомадан. Одан кейін әртүрлі жасушаларға бұл жабысуға мүмкіндік береді екен. Келесі тақырыбымызға тоқталайық, бұл бактериядағы конъюгация. Бұл конъюгацияның маңызы не? Қазір тоқталатын боламыз. Бұл өте маңызды тақырыптардың бірі конъюгация тоже. Бұл мысалы бізде плазмидамыз бар да. Сол плазмидадағы бізде F+ бактерия. Осы бізде бактериямыз ішінде плазмида орналасқан. Осы плазмида арқылы біз басқа бактерияға несін береміз, былайша айтқанда F- бактерияға сол плазмида генін береміз, чтобы ол басқа нәрсеге тұрақты болу үшін. Қазір бұл толық түсіндіреміз. Мысалы, мынау бактерия өзінің ішінде екі плазмидан пайда етеді. Яғни екінші плазмида, екі плазмидасын екіге бөледі, былайша айтқанда. Енді сол плазмида, мына плазмидасы екінші плазмида. Енді келесі бактерия қалай өтетінін қарайық. Мына бактерияда бізде пили жіпшесі бар. Бағана айттық қой, ген тасымалдауына жаңағы конъюгация қатысады деп бұл пили. Осы пили арқылы міне бос қой, ішінде несі жоқ. Жаңағы қалай деші, плазмидасы жоқ, сол плазмидасы жоқ болғасын, бұл бос болады. Бұл мысалы әлсіз бактерия деп алайық, F-ті. Ал F+ бұл күшті бактерия. Яғни күшті бактерия әлсіз бактерия көмектесу арқылы бактерияны сақтап қалады десек те болады. Сол арқылы міне осы пили жіпшесі арқылы бұл бізде жыныстық пили деп аталады. Бұл жыныстық пили арқылы екінші плазмида былай өтеді. Осылай. Енді сол бөлінген клеткаға қарайтын болсақ, міне мына клетка, мынада да бір F+ бар өзінде, мынада да F+ бар. Бірақ бір қызығы, бізде бұны біз донор дейміз, F-ті, реципиент, яғни алып отыр өзіне, мынадан алып отыр, былайша айтқанда. Яғни бұның донордың бір жақсысы ол ары қарай да ген таратады, бірақ реципиент бұл алған генін басқа бактерияға тарата алмайды екен. Енді бұл мысалы алып қарайық. Мысалы плазмида өзіне фермент синтездейді. Мысалы бета-лактамаза. Бұл енді пенициллинге төзімді болу үшін керек фермент қой. Осы фермент мысалы осылай беріледі. Екінші бактерия мысалы пенициллинге төзімсіз бактерияға пенициллинге төзімді болып кетеді. Пенициллинге төзімсіз бактерия пенициллинге төзімді болады. Яғни бета-лактазама ферменті бұл бактерияда өндіре алады, былайша айтқанда. Мына бактерия өндіре алатын еді, ол осы өндіре алатын ферментті мынағанда беріп тұр, осы гені арқылы, сол ген арқылы берілгесін ол мына генге өтеді. Ол сондықтан бета-лактаза ферменті синтез алады. Сондықтан бұған антибиотик резистенттілік дамиды екен. Осыны біз түсінсек, бета-лактамазаны қалай әсер ететінін түсінеді екенбіз. Дальше басқа да тақырыптарымызға тоқталайық. Енді әрі қарай бізде бактериядағы эндоспора. Бұл эндоспораның жалпы қызметі тоқталады. Бұл өте қатал ортаға төзімділікке сақтай, жалпы төзімділік береді. Яғни ыстық ортадан, суық ортадан деген сияқты сақтай алады бұл. Және жоғары температураға төзімділік береді. Ультрафиолет сәуле жерде, қорек аз жерде, химиялық ортадан жалпы сақтайтын болады бұл бактерияның, осы эндоспораның қызметі. Бұл енді жаңа қандай бактерияда кездесетінін қарап жүрейік. Бұл клостридиум бактерияларда кездеседі екен осы біздегі эндоспорамыз. Мысалы клостридиум титани, сіреспе шақыратын, клостридиум ботулизм шақыратын, клостридиум перфидис, ол газды гангрена шақырады екен. Одан кейін клостридиум дифризил, псевдомембранозды колит шақыратын бактерия және бацилла антрацистер тоже кездесетін болып табылады. Енді осы эндоспораның түзілу механизміне тоқталайық. Достар, дальше біздер осы эндоспораның түзілу механизміне тоқталайық. Ал эндоспораның түзілу механизмі, эндоспора жалпы не керек? Бұл бактерия жалпы стресстен қорғайды. Ана айттық қой, қандай қызметтер бар екенін. Ультрафиолет сәуледен антибиотиктерден мысалы ыстық суықтан қорғайтын болып табылады. Мысалы 100 градусқа дейінгі ыстықтан бұл қорғалады және 100 жылға дейін
осы эндоспор арқылы өмір сүреді. Көбіне осы эндоспор көбіне бізде грамм-10 бактерияларда өндіріледі деп айтылады. Бірден стресс жағдай болды, сол кезде резко өндірілетін болды. Енді бұл қалай өндірілетінін қарайық. Яғни бізде бұл бактерия ішінде яғни өзінің ДНК-сы бар, иә? Сол ДНК-сында бізде бірінші репликация болады. Яғни сол ДНК-сынан дәл көшірмесін жасауға болады, былайша айтқанда. Міне қарайтын болсақ, екі көшірме бар, иә? Яғни репликация бірінші саты, репликация сатысы деп аталады. Одан кейін екінші саты бұл асимметриялық бөліну деп аталады. Яғни мынаған асимметрия деген екі жақ тең емес деген сөз ғой. Яғни оң жақта мысалы үлкен бөлік деп атайды, бұл үлкен бөлікті біз аналық клетка деп атаймыз. Ал кіші бөлікті біз пресс-спор деп атаймыз. Оны кіші пресс-спор, яғни екі бөлікті, яғни асимметриялық бөлінуді атаймыз, бұл екінші кезең. Одан кейін үшінші кезең ол қоршап алу кезеңі деп аталады. Қоршап алу кезеңінде пресс-спора бізде екі мембраналы болады болып табылады. Аналық бұны қоршап алу деп аталу себебі аналық клеткасы оны қоршап алады. Аналық клетка бар, мына жерде орналасқан. Осы аналық клетка осы пресс-спораны олай қоршай бастайды сырттан, көрдіңіздер ме? Енді дальше бізде төртінші кезең бұл жаңағы қос мембранамен, және екі мембрана деп қой, пептидогликанмен және белоктық қабатпен қоршалған, түзілуі болады бұл жерде. Төртінші кезеңді қайтып болса, сыртын көріп тұрмыз ғой. Пептидогликанмен қапталған, жаңағы қос мембранасымен және белоктық қабатпен түзілген болып тұр. Одан кейін дальше бізде споралық жетілу болады. Яғни споралық жетілу кезінде не қарайтын болсақ, сырттағы кальцийдер ене бастайды, кальцийдер енеді, у нас ығыстыра бастайды. Суды кальций соның ішінде дипиколин қышқылымен қосылады бактериядағы. Сол дипиколин қышқылымен қосқаннан кейін бізде судың деңгейі азаяды да эндоспора кебе бастайды. Яғни құрақ болады, құрақ ортада өмір сүру үшін былайша айтқанда суы былайша айтқанда шығарып тастайды. Бактерияның ішінде су артық сұйықтық сыртқа шығарып тастайды. Одан кейін алтыншы бұл литикалық ферменттер аналық клетканы ыдыратады, былайша айтқанда. Вот. Сол арқылы спора дальше сыртқа босап шығады. Споралар бар, ішінде тұр. Бұл спора былайша айтқанда сыртқа босап шығады и сыртта өмір сүре береді. Былайша айтқанда қоршалып тұрады, 100 жылға дейін өмір сүреді. Бұл 100 жылға дейін спора сақталып тұра алады. Кейін қолайлы жағдай болған кезде көбейе салады, былайша айтқанда. Одан кейін 100 градусқа дейін өмір сүреді, жаңа айттық қой, 100 жылға дейін өмір сүреді. Антибиотиктерге төзімді, барлық антибиотиктерге есептеледі. Одан кейін қысқаша енді 4-5 кезеңдерде бізде кератин синтезі жүреді деп атайды. Сол кератин синтезі жаңағы артық судың ішіне кіргеннен сақтайды екен, былайша айтқанда. Бактерияның құрғақ күйінде, спораның құрғақ күйінде болуына сақтайды. Құрғақ күйінде болуына қызмет жасайды, былайша айтқанда. Құрғақ күйінде болуына көмектеседі. Вот. Жалпы осының маңызы зор. Осыны бәріміз білуіміз керек деп ойлаймын мен. Дальше біздер капсула мен шырышты қабаттың айырмашылықтарына тоқталайық. Жалпы капсула дегеніміз не? Жаңағы сыртынан қоршап тұратын нәрсе бар. Сол негізінен капсула бізде полисахаридтен тұрады, ерекшелігі. Одан құрылымы анық, қызметі фагоцитоздан қорғайтын болып келеді және вирулентті фактордан алып тұрады. Яғни вирулентті фактор дегеніміз бұл бактерияның инфекциялық қабілетін арттырады, эндотоксиндерді арттыру мысалы, оған қандай бактерия жатады? Стрептококкус пневмония және клепсилия пневмония, нисерия менингитидис және бацилла антрацис жатады екен осы капсуласы бар бактерияларға. Вот. Енді келесі бізде шырышты қабатқа тоқтайық. Бұл шырышты қабат бактерияны қаптайтын борпылдақ реттелмеген қабат деп атайды. Бұның шекарасы негізінен айқын емес капсуланікіндей. Қызметі бұның жабысу, яғни адгезиялану, басқа клеткаларға деген сияқты жабысу. Одан қоршаған ортаға жалпы бейімделу, адаптация деп атаймыз ғой. Соны айтсақ болады. Одан кейін мысалы, оған қандай бактерия жатады? Streptococcus epidermidis, одан кейін Pseudomonas aeruginosa бактериясы жатады екен. Енді дальше бізде сыртқы мембрана және ішкі мембраналарға тоқталатын боламыз. Дальше тоқталатын болсақ, дальше бізде сыртқы мембрана. Бұл сыртқы мембрана бізде фосфолипидті қос қабаттан тұратын болып табылады. Яғни бұл грамм теріс бактерияларда ғана кездесетін болып табылады. Енді бұл сыртқы мембрананың біз құрылымдарына тоқталатын боламыз. Қазір осының барлық қызметтерін айтатын боламын. Бұл корполисахарид. Бұл корполисахарид ода орналасқан розоид түсті. Бұл корполисахаридтің негізгі қызметі құрылымдық қызмет беру, яғни белгілі қызмет береді осы мембранаға. Одан кейін мынау
фосфолипидті көріп тұрық қой, ерекше болып тұрған. Бұл фосфолипид, бұл липид А деп аталады. Бұл липид Аның қызметі макрофаг интерлейкен 1, интерлейкен 6 ТНФ альфаның активтендіру болып табылады. Былайша айтқанда, соны активтендіру арқылы бізде сепсис дамитын болып табылады. Яғни сепсис дегеніміз бұл қабыну, қан ұю факторларының қан ұюының активтенуі кесірінен болатын жағдай, сепсис дегеніміз. Енді одан кейін О антиген. О антигеннің қызметі бұл антиденелерден қорғау. Біз ағзамыз өзі, мысалы сыртқа біз ағзамызға бөгей заттар түседі, мысалы бактерия бөгей зат біз үшін. Ол өзінен былайша айтқанда токсиндер бөледі, сол токсиндерге біз қарсы антидене бөледі. Бірақ бұл бактериялар былайша айтқанда хитрый, яғни О антиген бөлу арқылы жаңа антиденелерді былайша айтқанда блоктап тастайды. Антиденелер біздің бактерияларға әсер етпей қалады былайша айтқанда. Одан кейін ЛПС эндотоксин. Бұл липид Аға бекінген болып табылады. Эндотоксин ЛПС бұл қызметі жаңағы тоже қабынуға қатысатын болады. Жаңа интерлейкен 1, интерлейкен 6 деген сияқты ТНФ альфаның активтендіруге қатысатын болып табылады. Одан кейін порин, көріп тұрық канал. Бұны канал дейміз. Бұл каналдан жаңа су, электролит, қорек заттар жалпы кіріп отырады екен бактерияға. Жалпы сыртқы мембрананың құрылысы осы. Жалпы түсінікті деген ойдамын. Дальше достар, бізде жасуша қабырғасы құрылысы. Енді бұл жасуша қабырғасын жалпы құрылымына да отыратын болсақ, бұл не қызметі бар, соны қазір айтатын боламыз. Жалпы жасуша қабырғасы бактерияларға жалпы пішім береді. Мысалы бактерия айтамыз ғой, дөңгелек пішімді, спираль тәрізді, үтір тәрізді деп. Олар қалай үтір тәрізді, қалай спираль болып тұр, ол осы жасуша қабырғасы арқасында сондай болып тұр екен. Ең бірінші, ол бактериялық пішім береді дедік. Яғни мысалы kokқа дөңгелек пішім береді, кок бактерияларынан. Одан кейін таяқша тәрізді бактерияларға таяқша пішім береді, міне көрдіңіздер ғой. Одан кейін үтір тәрізді бактерияларға үтір тәрізді, мысалы холера виброн алсақ болады. Одан кейін спираль тәрізді бактерияларға спираль пішім береді, міне көрдіңіз, осындай пішім береді, осы жасуша қабырғасы қызметі осында жатыр екен. Одан кейін оның құрамы неде тұрады? Ол құрамы пептидогликан деген полисахаридті заттан тұрады. Немесе оны морейн қышқылы деп те атайды. Енді оның ерекшелігі бар. Грамм 10 бактерияларда қалыңырақ болып келеді. И 20-80 нанометр, яғни ол қалыңдығы. Ал грамм теріс бактерияда жұқа болып келеді, 2-7 нанометр болып келеді. Бұл грамм плюстерде неге қалың болатын себебі? Бұлда не жоқ. Былайша айтқанда сыртқы мембранасы жоқ болғасын, оны грамм пептидогликанның қабаты қалың болады. Ал грамм терісінде жұқарақ болады. Енді келесі, осы пептидогликан неден тұрады? Ол NAM және NAG, бұл яғни N-ацетил мурам қышқылы, қысқартпасы боламын ғой. Одан кейін N-ацетил глюкозамин қышқылынан тұрады екен. Олар бір-бірімен былайша айтқанда пептид байланыстарымен байланысқан. И оны кросс байланыс арқылы деп айтамыз. Кросс байланыс арқылы байланысқан деп атаймыз. Яғни бұл жерде қарайтын болсақ, міне мынау бізде N-ацетил глюкозамин және N-ацетил мурам қышқылы. Яғни кросс байланыстармен байланысқан бір-біріне. Ол молекулярный деңгейде микроскоппен қарағанда осылай болып көрінген негізі. Молекулярный деңгейде білсек, бұл кругозорды тең болады десек те болады біздің. Одан кейін енді липотехия қышқылы бар, осы неде орналасқан сыртқы мембранада. Бұл бірақ тек қана грамм 10 бактерияларда ғана кездеседі. Міне көріп тұрық, оны байланыстар бір-біріне байланысқан, кросс байланыстар жаңа N-ацетил глюкозаминнің қышқылы мен N-ацетил мурам қышқылы бір-бірімен байланысқан көріп тұрық. Міне қара розы болып бір-бірімен есеп қойдым. Үстермен байланысып қойдым. Мынау бізде ішкі мембрана. Бұл негізі бұл липотехия қышқылы біздің былайша айтқанда цитоплазмалық ішкі мембранадан цитоплазмалық мембранаға дейін созылып жатады жалпы. Осы граммында. Енді жалпы цитокиндерге жалпы бұл қызметі липотехия қышқылы. Бұл өзінен былайша айтқанда лейкоциттерді активтеледі. Сол лейкоциттер активтегеннен кейін цитокиндер бөлінеді, лейкоциттер активтелсе не болады, енді қабыну процесі басталады деген сөз ғой. Интерлейкен 1, интерлейкен 4, ТНФ альфа және дальше қабыну болады. Ағзада қабынудан ары қарай бізде сепсис алып келеді екен осының арқасында. Липотехия қышқылының қызметі осыда. Енді бізде периплазма деген зат бар. Бұл цитоплазма мен сыртқы мембрана арасында кеңістік деп атайды. И оның бір не маңызы бар десек, ол енді бета-лактамаза орналасқан
кеңістік болып табылады. бета-лактамаза ферменті қайда орналасқан деп айтатын болса, мұғалімдер сұрайтын болса, сіз айтасыз периплазма кеңістігінде орналасқан деп айтамыз. Бұл цитоплазма мен сыртқы мембрана арасындағы кеңістік, және бұл грамм терістеде ғана болады. Енді бета-лактамазаның қызметі енді айттық қой. Бұл жаңағы пептидиканды былайша айтқанда тежейді, былайша айтқанда болады. Жалпы сыртқы жасуша қабырғасы осы. Дальше біздер неге тоқталамыз? Ішкі мембранаға тоқталатын боламыз. Қысқаша периплазмаға тоқталып кетейік. Бұл периплазманың негізгі қызметі бета-лактамаза орналасқан аймақ болып келеді. Негізгі несі ол ерекшелігі осы периплазманың. Бета-лактамаза орналасқан аймақ. Бұл цитоплазма мен сыртқы мембрана арасындағы кеңістік болып табылады. Бұл тек қана грамм терістеде ғана болатын болып келеді. ертең сіздер мұғалім сұрап қалуы мүмкін, бета-лактамаза фермент бактерияларда қайда орналасқан десе, грамм теріс бактериялар дейміз. Сіз айтасыз, периплазма кеңістігінде орналасқан. Цитоплазма мен сыртқы мембрана арасындағы кеңістік болып табылады. Бұл осыны білуіміз керек деп ойлаймын. Енді келесі біздер ішкі мембранаға тоқталатын боламыз. Енді тақырыбымыздың соңғы бөлігіне тоқталатын болсақ, бұл бізде ішкі мембрана. Бұл туралы қазір толықтай тоқталатын боламыз. Ішкі мембрана дегеніміз бұл не? Бұл фосфолипидті қосқабаттан тұратын мембрана болып табылады, яғни бактерия ішкі жағында орналасқан мембрана. Бұл бізде неде тұрады? Бізде оның құрылымына бізде пенициллин байланысушы ақуыз деп, не пи деп қойыппын. Бұл пенициллин байланысушы ақуыз, яғни сырттан келген антибиотик, пенициллин бар, соны байланыстыратын болып табылады өзіне. Одан кейін мынау рецептор сияқты бұл транспептидаза фермент болып табылады. Бұл жалпы домен болып келеді осы осы қабырғалардың осы жалпы бұл осы біздегі пептидиканды қабат бар ғой, мынау соны беріктетуге көмектесетін болып табылады. Яғни кросс байланыс бар ғой, N-ацетилин уран қышқылы мен N-ацетилин глюкозамин қышқылының бір-біріне байланысуын мықты қылады, былайша айтқанда. Кросс байланыс бар ғой, кросс байланысты мықты қылады. Енді ол көбіне грамм плюс бактерияларда көбірек кездесетін болып табылады. Осы транспептидаза жалпы осы ішкі мембрана жаңағы көбіне осыларда кездесетін болып табылады. Грамм плюсте. Және енді дальше осы бактерия туралы не өттік полный қарасып шығамыз, кішкене қысқаша тоқталып шығамыз. Мынау жалпы бізде бағана айтқан бактерияның сыртқы капсуласы, шырыш қабаты дедік, жаңағы пепидиканды дедік, флагелласы дедік, жаңағы мембраналары дедік, соның бәрін толықтай айтып жатырмыз. Мысалы, мына бізде грамм-10 бактериялар. Грамм-10 бактерияда да, грамм теріс бактерияда да бізде капсуласы бар, немесе шырышты қабаты дедік. Капсуласы да бар, шырышты қабаты екеуінде де бар. Енді бізде пептидик-гликанды қабат грамм-10 бактерияда қалың болады, қарап тұрсаңыздар, бағана айттым ғой, қалың болады. Ал грамм теріс бактерияда жұқа ғана болады. Не көріп кішкентай ғана жұқа болады. Және бұларда мысалы грамм-10 бактерияда бізде тихой және липотехик қышқылы болады. Бұл грамм терістеде болмайды, липотехик және техик қышқылы. Тек қана осы грамм-10-да бар. Бұның қызмет бағана айтқанымыздай, бұл қабынуды бастауға қатысатын болып табылады. Яғни интерлейкин Б, интерлейкин 6, TNF альфа дегендерді өндіріп, қабыну шығады, одан дальше сепсиске болатын болып табылады. Енді бізде тағы нені қараймыз? Грамм терісте бізде сыртқы мембрана болады, ал грамм-10-да жоқ. Ал грамм терістің сыртқы мембранасында нелер орналасады? Бізде парин орналасады. Бұл парин жаңағы коррекцияларды кіргізіп отыратын еді. Бұл ішкі мембранада да бар негізі. Бағана айтып кеттім, ішкі мембранада бар. Жаңағы коррекциялар тоже кіріп отырады. Бұл бізде парин деп аталады, ішкі мембранада болады. Коррекциялар, су, электролиттер бәрі осы арқылы, корендер арқылы кіріп отырады екен. Сыртқы мембранада, ішкі мембранада болады бұл нәрсе. Одан кейін О антиген, бізде орналасқан көк түспен. О антиген, мен айттым ғой бағана, грамм терістен антиденелерден қорғайтын болады. Бізде ағзамыз антиденелер өндіреді, бактерияға қарсы. Бактерия антиген ғой, ол бөгде зат қой. Сондықтан оны антиденелер өндіреді, сол жаңағы антиденелерден қорғайтын болады осы антиген. О антиген былайша айтқанда иммунитеттен сақтайды бізді. Өзі бактерияны сақтайды. Және корполисахарид, бұл бағана айтқанда бұл беріктік береді негізі осы жасуша қабырғасына. Жалпы беріктік қасиет береді осы бактерияға. Липид, бұл тоже бізде қабыну процесін бастайды деп айттым, анағы лейкоциттерді арттыру арқылы бастайтын болып табылады. Макрофагтарды, жаңағы фагоциттерді деген сияқты. Одан кейін бізде
флагелла бар. Бұл флагелла жолтик. Екеуінде де бар. Грамм 10-да да бар. Грамм терісте де бар. Не флагелла бұл да көбірек болады. Грамм терісте көбірек болады. Чем грамм 10-ға қарағанда, грамм 10-да аз болады. Мысалы, мына жаққа екеу ғана қойды, флагелланы. Екеу бар да, мысалы көбірек деген сөзді білдіріп тұр ғой. Осылай сызып көрсетіп жатырмын. Бізде басқа и мына жерде тағы айтмай өткен, бұл бізде кеңістік болады. Жаңағы грамм теріс бактерияларда бұны периплазмалық кеңістік деп атайды. Бұл жерде не орналасады? Бета-лактамаза ферменті орналасады. Именно осы периплазмалық кеңістіктің маңызы осы бета-лактамаза ферменттің орналасқан жері. Вот. Болды, басқа бір айтатындай ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жалпы видео түсінікті болды деген ойдамын. Если бұл қызықты видео сіздерге қызық болса, жалпы достарыңызға таратсаңыздар болады. Осы бактерияны түсіну өте маңызды деп ойлаймын. Себебі антибиотиктерді ертең түсіну керек болады. Сондықтан антибиотикті түсіну үшін бактерияның құрылысын жалпы жақсы білу керек деп ойлаймын. Жақсы, барлықтарыңыз сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.